Менің есім Айзада Тұңғышбаева, Қазақстан бойынша онлайн сабақ беріп жүрмін. Айзада курс деп жазылады. Мінекей, қазір осы курсты оқып жүрген бір қызым осы көйлектің сыртынан басканы пішіп көрсетіңізші деп сұранған еді. Мен қазір сол басканы сіздерге қалай пішілуін көрсетемін. Мұқият соңына шейін көріп үйреніп алыңыздар. Обязательно общий тетрадтарыңызға түртіп жазып қойыңыздар. Мінекей қыздар, менде онлайн сабағым бар. Жоғы 15 000 теңге. Бір-ақ рет төлейсіз. Бұл жыл бойына сақталынады. Таңертең 7-ден 9-ға шейін байланыста болып, сіздердің түсінбеген жерлеріңізді көрсетіп түсіндіріп отырамын. Міне қазір мұқият қараңыздар. Мен оны қалай пішу керек, соны көрсетемін. Ал кеттік, көрейік. Қазір мен суретте көрсетілгендей баскыны салып көрсетемін. Ол үшін бізде баскымыздың размерлерін жазып қоямыз. Белі керек, бөксе ұзындығы керек. Мына жерден 36 сантиметр болды. Әркім өзінің размерін салуға болады. Ақырыншы беудер бұл 47 болды. И длина баскысы ол 30 сантиметр болды. Міне енді қазір біз осыны салып көреміз. Салу үшін бірінші тура юбка сияқты саламыз. Көріп тұрсаңыз, міне 36 сантиметр. Біз 36-ны осылай бөктеп, міне белгілеп аламыз осы тұстан. Енді мына выточканы саламыз. Кәдімгі юбканы салған сияқты салып отырамыз. Ұзындығы бізде 30 сантиметр. Енді бұны да өз қалауларыңызша аласыздар. Міне белгілеп қойдым, яғы 30. Енді мына жерге жазамыз, бұл 30. 30-ны 2-ге бөлеміз. Юбкаларды үстіп 2-ге бөліп, мына жағынан 3 қосатын едік выточкаға, я? Міне қазір біз енді осыны белгілеп алдық. Енді бізге бөксесін табу үшін, айтамын ғой, бәрі бірдей болады. 18 сантиметр, міне мына жер болды. 18-мізді сызып аламыз қазір. Міне сызып алдық. Бұл жерде бөксе дейді, ақырыншы беудер. 2-ге бөліп сала саласыз. Менде 47. 47-ні 2-ге бөлемін. Мен қазір масштабный сантиметрмен істеп отырмын. Міне 47. 47-ні алдық. Осы жерге тура қоямыз да, мына жерге саламыз. Міне. Мына жерге келді. Енді біз осы нүктелерді бір-біріне қосамыз. Міне қосып алдық. Ұзындығын осы жаққа саламыз. Бұл жаққа да, міне жаққа да сап қойдым. Осы жаққа 30 сантиметріміз сабаламыз. Міне 30 сантиметріміз. Бұл бізге теңестіру үшін керек. Мерге жазып қоям 30 деп. Міне барын салдық. Енді бізге мына выточкасын салымыз керек. Выточканы біз мына дәл ортасынан ала салуға болады. Дәл ортасынан алып, ұзындығын 10 сантиметр аласыз. Кәдімгі юбканыкіндей. Міне. Енді бұны бір-біріне мына 3 сантиметрді осы жерден қосып аламыз. Міне. Бұл выточка бізге қазір моделировать ету үшін керек болады. Міне. Мына жерге жазып қоям. Ұзындығы 10 сантиметр. Мұқият қарасаңыз, бәрін түгел сіздерге айтып отырмын. Енді бұны осы мына бір шетін мына біздің ұзындығымызға әкеп қоямыз. Міне. Енді белгілеп аламыз мына жерін. Жаққа аударып, мына жағында белгілеп аламыз. Енді осыны біз қосамыз. Мына жерге қостым. Мынаны әкеп, мына шеттен біз мына сызыққа қосып аламыз. Міне бар болғаны осы. Қазір мына жақтан қыздар 1 сантиметр запас аласыздар. Міне 1 сантиметр запас алдық. Бұл жерде әртүрлі фасондар болады. Бір фасондар міне маған көрсеткен мынандай. Мына жерден өзіңіз қалауыңызша жұмырлап аласыздар. Міне. Тура үстіп алуға болады. Тағы бір фасондарымыз бар. Ол фасонды мынаның дәл ортасынан алып, төмен түсіресіздер де, міне былай қойып алуға болады. Міне. Мына жағын бірақ мына жақтан қосқан жақсы сияқты. Сәл жоғарылап қосып, міне үстіп өзіңіз қалауыңызша алуға болады. Мына жақтан жаңағы нелерді қосасыз. Шашақтар тігесіз ба, өздеріңіз білесіздер. Енді қалта салу, ол қалта тура неменен бірдей. Юбкаға қалай қалта саласыз, шалбарға тура сондай. Енді мен бұны сіздерге кесіп көрсетемін. Бұны сіздерге қазір кесіп көрсетемін. Мен әзір сіздерге мынау жұмырлау жағын көрсетейін. Бұл менің бір клиентімнің сұрауы бойынша түсіріп тұрмын, қыздар. Міне. Міне көрдіңіздер, енді бізге мынаны да кесіп тастаймыз. Мынаны да сәл кесеміз. Бізге енді бұны моделировать етеміз. Моделировать ету үшін мынаны
мына выточкасын біз алып тастаймыз, бізге бұл қажет емес. Міне алып тастадым, сызып қойдым ортасынан, сіздер де тура осылай сызып аласыздар да. Бұны былай кесеміз. Сонда бізде бұл жерде ешқандай не болмайды. Міне дәл ортасынан кестім. Қарап тұрсаңыз, бұл выточканы бір-біріне жауып тастаймыз. Міне мынандай қойып, былай жабамыз. Көрсеңіз, өте әдемі, кеңдеу болып ашылып қалды. Міне осылай пішіледі. Бұл фасонымыз, бұл думалақтау болып келетіні. Енді тағы бізде басқа түрінде қазір сіздерге көрсетемін. Сіздерге мына осы думалақ басқаны қалай пішін көрсетемін. Ол үшін біз мынандай қағазымыз, матамызды алып, екі бүктеп аласыздар. Енді біз осы лекалды осы жерге қоямыз. Міне бірінші мына алдыңғы жағын қойып аламыз. Міне алдыңғы жағы. Мына жерін түзу қойып алдым. Енді мынаны қоямыз да, мына ені выточкасын біз не істейміз? Бұны бір-біріне былай тігіп жапсырып тастаймыз. Сол кезде бізде мынандай болып әдемі болып ашылды. Енді біз осыны сызып аламыз. Қатты кең қылам десеңіздер, өздеріңіз білесіздер, қалай асаңыздар да, өз еркілеріңіз. Мына жағында солай сызып аламыз. Бұл жағында тура солай сызып қосып аламыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай түзу қып сызсаңыздар әдемі болады. Міне мен сызып алдым. Қазір алып көрсетейін. Міне алған кезде тура осылай тұрады. Қазір енді бұны қырқып көрсетем. Қарап тұрсаңыз, бұл жерде выточканы жапқанда етегі жақсы ашылды. Но мына жақта выточка болмайды. Міне енді біз бұны қырқып сіздерге көрсетейін. Мына ұзындығын қыздар өздеріңіз қалауыңызша аласыздар. Міне менде онлайн сабағы бар. Бұл өте түсінікті көрсетіп отырамын. Өте тиімді. Қазір неше түрлі фасондар шығып жатыр. Менің онлайн сабағым бар жоғы жеңілдікпен қазір беріп отырмын. 15.000 теңге. 15.000 теңгеге бір басқа емес. 200-ден асық киімдерді қалай пішуін, моделировать етуін үйрететін боламын. Ол үшін инстама тіркеліп, WhatsApp-қа жазыңыз. WhatsApp арқылы сіздерді үйретіп отырамын. Міне жер сәл аптыстайын. Мінекей керемет әдеме болды. Енді қыздар, бізде мынандай біреулер сұрағандары бар. Қалта сал дейді. Міне қалта салып да көрсетуге болады. Мына жерден аласыздар да, бүйтіп қалтаны сала саласыздар. Мына жағын 13 сантиметр қолыңыз сыйса жетеді. Мына жаққа шейін. Тура үстіп сызып аласыздар. Міне енді қазір мен бұны сіздерге ашып көрсетейін. Бұлай тұрады, мына осылай тұрады. Міне көрсеңіз өте әдемі болып тұр. Экранға сыймай жатыр. Мінекей керемет әдемі болып тұр. Енді мына жоғары жағына бізге не керек? Белдік керек. Белдікті осындай ұзын қып аласыздар, мына жерге тігуге. Бұлай тігіп байлайсыздар. Міне қараңыз, осы жерден тігесіз, мынандай ұзын қып байлап қоюға болады. Осыдан 2 штук аласыздар, айландырып, өздеріңізге шақ келетіндей қып алып, тура осылай пішіп тігіп көріңіздер.